0-13-те мектепке кіргендер неге жоғалып жатыр? Бұл трендті көрсең, сен де шақырылуың мүмкін. Ол мектепте камералар түнде неге өшеді? Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен. Дайын болсаң, біз бастаймыз. Барлығы TikTok'та пайда болған бір видеодан басталды. Экран қараңғы, тек сыбырлаған дауыс. Егер батыл болсаң түнгі 0-13-те мектепке кір. Астында хэштег Night School Challenge. Ең қорқыныштысы, видеоны көргендер оны лайк баспайды, пікір жазбайды, бірақ сол түні ұйықтай алмайды. 8-ші сынып оқушылары Нұрсұлтан мен Данияр бұл трендті жай хайп деп ойлайды. Түн, мектеп ауласы, желдің дыбысы ғана. Артқы есікке келгенде құлып ашық болды. Біреу әзілдеп қойған шығар, деді Данияр. Бірақ ішке кірген сәтте дәліздегі шамдар бірінен соң бірі жанып сөне бастады. Нұрсұлтан телефон камерасын қосты. Экранда екеуі ғана. Бірақ видеоға кейін қарағанда үшінші силуэт байқалды. Мектеп формасында, бетінде көзі жоқ, тек қара қуыс. Сол кезде мектептің динамигінен сыбыр шықты. Трендті бастадың, енді аяқта. Данияр қаша жөнелді, есіктен шықты, аулаға жетті. Ал Нұрсұлтан сол түні жоғалып кетті. Полиция тапқан жалғыз нәрсе оның телефоны. Телефонда бір ғана видео бар еді. TikTok'та жаңа видео пайда болды. Сол аккаунтта Нұрсұлтан партаның артында отыр. Дауысы өзінікі емес. Келесі сен боласың. Экранда уақыт 0-13. Осы видеоны көрген тағы 3 оқушы, біреуі психбольницаға түсті, біреуі комаға түсті, біреуі із-түссіз жоғалды. Архивтен белгілі болды. 2007 жылы дәл осы мектепте бір оқушы түнде жертөледе жоғалып кеткен. Содан бері 0-13-те камералар өшеді. Дәлізде аяқ дыбысы естіледі. Ал тренд әлі тоқтаған жоқ. Қазір кейбір оқушыларға түнде ғана хабарлама келеді. Батылсың ба деген сөзбен. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Тағы да бір айтарым, көргендеріңді қайталап жүрмеңдер.